Тұтқаның жақсы болса, жақының көбейеді. Ұстазың жақсы болса, ақылың көбейеді. Ассалаумағалейкум. Алты алаш жиылса, төр қашанда мұғалімдікі деп топшылайтын ардақты ағайын. Бүгін Шымкент қалалық жастар ресурстық орталығы мен Силковый халықаралық университетінің бірге қолға алған жастардың айтары бар жобасына қонағы белгілі блогер, Шымкент қаласы әкімінің кеңесшісі, ұлағатты ұстаз Өмір Шыныбекұлы. Қош келдіңіз аға. Саламатсыздар. Енді аға бірден сұраққа көшейік. Жақында ғана өзіңіз солтүстікке бір жақсы бір сапарға барып қайттыңыз. Енді айтыңызшы, біздің халық, жалпы мемлекет неге солтүстігімізге халықты шоғырландыруға тырысып жатыр? Енді алғашқы сұрағым, саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бұл сіздің мына қойған сұрағыңыз екінші болсын. Алғашқысын алты алаштың баласы басын қосса төр мұғалімдік дегенге келейік. Жалпы бұны 20 ғасырдың басында Мағжан атамыз айтқан ғой. Ол кезде қазақта санаулы сауатты адамдар аз, мұғалімдер аз сол кезде. Ал қазіргі кезде сауатты, білімді адамдар көп кезде мұғалімдер алты алаштың басы қосса төр менің екен деп босаңсымау керек. Босағада қап кетпеуге өзі тырысу керек. Білесіздер, бүгінгі алған білім ертең ескіріп жатыр. Мына балалар өте сауатты жастарымыз, сондықтан сол өз оқушыларынан қап кетпеу үшін мұғалім ұдайы ізденісінде болу керек. Сонда ғана төр деп айтпай қойып, босағада қап кетпейді. Ал енді мына жақсы сұрақ қойдыңыз, солтүстікке қоныстандыру. Бұл солтүстікке қоныстандыру мәселесі бірнеше проблеманы шешеді. Ең алғашқы проблема ол жаңағы солтүстік облыстар, негізінен Қостанай, солтүстік Қазақстан, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарында жергілікті тұрғындар бұрын славян халқының өкілдері еді. Орыс халқы өзінің тарихи отанына қайтып жатыр, тәуелсіздік алғаннан кейін. Украиндер Украинаға, немістер Германияға деген секілді. Сөйтіп халықтың саны өте азайып кеткен. Мәселен, өздеріңіз тарихтан білетін шығарсыздар, Қазақстан кезінде Кеңес одағы дәуірінде жыл сайын миллиард пұт астық беретін. Сол негізінен солтүстік облыстар беретін тұғын. Қазір сол кездегі дүрілеп тұрған сапқоздар босап қалды. Сол жерлерді адамға толтыру, жұмыс істейтін адамға. Бұл бір проблема болса, екінші мынау біздің Түркістан облысы мен Шымкент қаласында халықтың тығыздығы өте жоғары. Жалпы халық тығыз болған жерде, мысалы, бір жұмыс орындарының саны шектеулі. Бір жұмыс орны босаса, жаңағы 20-30 адам ұмтылады да, жемқорлық деген сол жерден шығады. Жұмыссыздық болған жерде әлгі бұзақылық, тәртіп бұзушылық, құқық бұзушылық деген түрлі келеңсіз жағдайлар сол адам жұмыссыздық болған жерде шығады. Міне егер біз солтүстікті қоныстандырсақ, бірнеше проблеманы шешеміз. Жаңағы ең алдымен жаңағы жақта жұмыс орындары адамдармен толтырамыз солтүстікте. Екінші, бізде өзіміздегі оңтүстіктегі жемқорлықты азайтамыз. Білесіздер ғой, бір Қазақстанда бір жемқорлық болып десе, ой, Шымкентте ат жеңілдік кетті. Ол жетіскеннен емес, Шымкенттің адамдары бір жетіскеннен әлгі жемқорлыққа бармайды. Адамдар көп болған жерде жұмыс орнының саны шектеулі. Сондықтан әйтеуір амалдың жоғынан дейсіз ғой. Күн амалдың жоғынан әлгі. Дарвин деген кісінің әлгі өмір үшін күрес деген несі бар? Борьба за выживание. Амал жоқ, беруге тура келеді. Егер біз халықтың республика деңгейінде халықтың тығыздығын теңестіре алсақ, мынау жаңағыда жемқорлық секілді келеңсіз әрекетті тоқтата азайтатын боламыз. Бір сөзбен айтқанда, жұмысты жою арқылы экономиканы көтерудің бір тың жолы. Иә, сол. Жақсы, келесі сұраққа көшейік. Педагогтың мәртебесін көтеру туралы заңды қабылдағанымызға жылға жуық уақыт болды, тіпті жылдан асып кетті. Өзіңіздің осы жалпы педагогика саласында үлкен ұсыныстарыңыздан хабарыңыз бар. Енді осы жылға жуық уақытта біз педагогтарымыздың мәртебесін, жалпы ұстаздар қауымының мәртебесін қаншалықты көтере алдық? Жалпы бұлай, ең алдымен мына мәртебе, абырой дегенді жастар білуіміз керек. Ешкім ешқандай заңмен көтеру мүмкін емес. Ең алдымен ол адамның өзіне байланысты. Ал енді екінші мәселе, педагог мәртебесі неге? Біз педагог мәртебесі заңды қабылдату арқылы қоғамның мұғалімдік мамандыққа деген құрмет сезімін оятқымыз келді. Оны оята алдық деп ойлаймын. Себебі білесіздер, бұрын мұғалімдерді сен білек сайлау деген міндетіне жатпайтын жұмыстарға қатты жеге беретін, басқа жоқ. Қазір мынау педагог мәртебесі заңда көрсетілген, сондай мұғалімнің міндетіне
жатпайтын жұмысқа жеткен басшы жазаға тартылады. Екінші, кейін мынау газет журналдарға мәжбүрлеп жаздыру деген. Енді өздеріңіз қазір газет журнал оқу керек, міндетті түрде бірақ мұғалім. Бірақ өздеріңіз мына интернет заманында неге бір етек ақша беріп әлгі газетке жазады? Неде тұр ғой мысалы. Егер шынымен интернет сайты жоқ газет болса, ол мұғалімге өте қажет болса, ол өзі-ақ жазылады. Осындай мәселелер шештік. Дегенмен көптеген ұсыныстарымыз әзірге өтпеді, болашақта да шешілетін шығар деп ойлаймын. Жалпы мұғалімнің құқығын қолына ұстатып бердік. Айта аламыз ғой дәл осылай. Ұстатып бердік, иә, ұстатып бердік. Жақсы. Осы ұстаз төңірегіндегі сұрақтардан алысқа кетпейік. Қараңыз, әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби дедік. Оған сөз жоқ. Ал бірінші ұстазы туралы әлде түрлі пікірлер бар. Бірі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам десе, екіншісі Аристотель деп топшылайды. Осы жөнінде не айтасыз? Әлемнің бірінші ұстазы деген ұстаз сөз қалай болу керек? Жалпы білесіздер, ежелгі Рим, грек несі білесіздер, өте ерте заманда болды да, солардың жазғандары ұмытылып қалды дейді. Біраз жылы тоқырауға ұшырады, соғыстар кешірінен. Сол Аристотель сияқты, Сократ, Платон секілді ойшылдардың, ежелгі грек, Рим, соны Әл-Фараби жарыққа қайта шығарды дейді. Араб ғалымдары оның ішінде Әл-Фараби бабамыз. Енді Әл-Фараби бабамыздың да мынау тура діни фанатизмге қарсы болған жерлері бар. Сондықтан оны кейбір біздің қазіргі кейбір әсіре діншілдеріміз ойбай оны мұсылман болмаған, анау таза мұсылман болмаған деген секілді түрлі пікірлер айтып жүр. Мұхаммед пайғамбар емес, мен ойлаймын, ол Аристотель бірінші ұстаз қалай дегенмен де. Жалпы біз бірақ мұсылман баласы үшін білесіздер, мынау жалпы Құран деген сөздің өзі мына оқу деген білдіреді ғой. Әрине біз мұсылман деп санасақ, алғашқы ұстаз бәріміз үшін не әлгі Мұхаммед пайғамбар, ал енді евроцентризм көзімен қарасақ, екінші ұстаз, бірінші ұстаз Аристотель. Жақсы, керемет жауап. Енді сұрақ жалпы жергілікті басқаруға да келейік. Шымкенттің меншікті, Шымкентский вариантынан қайтсек арыламыз. Хабарыңыз бар, талай заң бұзушылықтардың белінен бастыңыз, танауын тарттырдыңыз. Жалпы өзіңіз заңды белінен басып көрдіңіз ба? Жалпы балалар, мынау қанша адалмын деп өмір сүргенмен абсолют адал болып қалу мүмкін емес. Кейде мынау заң мен мораль екеуі қатар келіп қалған кезде, кейде заңды емес, моральді таңдауға тура келеді. Мәселен, осыдан 10 шақты жыл бұрын жеке өзім басыма қатысты айтайын, үйдегі апаларым, әйелім қатты ауырды да, ауруханаға апардым. Дәрігерлер ота жасау керек деді. Қыстың күні ақыраған желтоқсан айы. Сөйтті ар жақ кіргізіп кетті, анада неге зембілге жатқызды. Шешіндіріп, үстіне бір мата андай ақ мата түкір просына тайсы салды. Мен терезеден көріп тұрмын, қалтырап бауырап не бар. Өзі ауырып барған адам. Есік құлтау тұр. Әйнектен мен көріп тұрмын, шамам жоқ жәрдем беруге. Сөйтем, еден жуып жүрген апай келді, мен швабрасына аяғымнан түртті да, сен анау операция жасайтын хирургқа мынанша салуың керек қалтасына, анестезия жасайтын неге мынанша салуың керек, әйтпесе жата береді деп сыбырлады. Ал енді сол кезде мен егер адалмын деп пара беруге қарсымын деп тұрсам, әйелімнен ажыраймын. Өледі. Түсіндір ма? Өлмесе де мүгедек болуы мүмкін. Амал жоқ беруге тұрмын. Көрдіңдер ма? Жақсы, сол жағдайдан кейін дәрігерлерге қандай да бір өкпе реніш пайда болған жоқ па сізде? Енді өкпе реніш пайда болады, бірақ бәрін жалпылауға олардың да мен ойлаймын, төбеден мысалы кейбір оларды мәжбүрлейтін секілді біреу бар ма, айына мынанша неғып тұрасың, беріп тұрасың деп ма, әйтпесе Гиппократ антын тапсыратын адамдар тура өздері сондай болды деп ойламаймын. Мына жүйе бұзып жіберетін сияқты. Жақсы, қайсыр мағынада моральдық құндылықтар келгенде, қайсыр материалдарды немесе заңдарды бұзуға амалсыздан баруға болады. Бірақ Шымкенттің Шымкентский варианты бұл нәрсені талап етіп тұрған жоқ қой. Енді сол Шымкентский варианттан қалай құтылуға болады? Бұны әрбіріміз жаңағы өз құқығымызды қорғай білсек, жаңа мысалы, сонда ғана ол үшін жаңа құқықтық сауаттылықты арттыру керек. Біраз соқсамыз, бірімізді ұрсуымыз мүмкін, бірақ тәрбиелейміз. Мысалы, немістерді тура қазіргі неміс халқы да өте тәрбиелі халық дейді. Онда орта ғасырларда тіпті қоқыс тастаған адамды жаңағы
жерін жаңағы селоның бургомистрі дейді, өз шешімімен өзінің ауласын таза ұстамаған жерінің бір бөлігін жаңағы соны жеткізген адамға бөліп береді екен. Түсіндір ма? Түсіндір ғой? Сонда жерінен ажырап қалмау үшін жерін таза ұстауға мәжбүр болады. Соны кім жеткізеді? Ал бізде өйтіп жеткізетін болсақ, бізде ойбай тоқылдақ дейді, бәлеқор дейді, бірдеме дейді. Қазір неміс халқының бойында қалып жағдай. Немістер оны 300-400 жыл бұрын жасап қойған. Түсіндір ма? Осы өзінен өзі пайда болады дағы бір сұрақ бар аға. Неміс бүгінде ақылды халық, сөз жоқ, әлем келіседі. Бірақ қазақтың анау баста байлау бекен болған 5 ғасырдың әр бетін пайымменен парақтаса, өзіндік бір заңдардың үйлесімі бар, ұлы даланың заңдары бар. Демек, қайсы бір дәрежеде біздің тәрбиелейтін заңдарда баршылық. Бірақ біздегі нәтиже неміс халқымен салыстырмалы түрде төмен. Мұның сыры неде? Бізде өкінішке орай қазір мына хан сұлтандарымыз деп айтамыз ғой. Кезінде біздің атқа мініп алып бүкіл жарты әлемді жаулап тұрды. Бірақ өкінішке орай сөйтіп жарты әлемді жаулап тұрмыз деді, аттан түспей жүріп алды. Өзге халықтар қалалар салып, егін салып, мектептер ашып, университеттер ашып жатқан кезде біздің халқымыз аттан түспей жүріп алды. Сөйтті де ең ақырында жаңағыдай ана от қару ұстаған зеңбірек әлгі мылтығы бар елдерге отар болдық. Отар деген не? Ең алдымен отарлық деген нәрсе жаңағы өзін отарлаған халықтың ең жоғары саналы, жігерлі, намысты азаматтарын жоюға тырысады. Оны білесіздер, 18 ғасырдан басталған отарлаудың соңы кейін Кеңес одағына ұласты да, Кеңес одағы анау білесіздер, ашаршылық жылдары қырылып кетті. Кейін 36-37 жылдары репрессия қазақтың қаймағын, мына ұлттың генофонд дейді, соның бәрін жойып жіберді. Ал қалған артында қалғандары есімізді әлі жия алмай жатырмыз. Генофонд қалпына келген жоқ. Түбі келу керек. Жақсы, керемет жауап. Енді тарих, енді өзіңіз тарихшы есебінде жақсы білеміз ғой, тарихқа ойсақ. Алғашқы 1000 жылдықтар, яғни 10-шы ғасырға дейінгі аралықпен 20-шы ғасырға дейінгі аралықта алғашқы 1000 жылдық және алғашқы 2000-шы жылдықтар деп қарастыруға болады. Енді сұрақ мынадай, алғашқы 1000 жылдықтың ең беделді адамы кім? Екінші 1000 жылдықтың ең беделді адамы кім? Енді егер Мұхаммед пайғамбарымызды алғашқы 1000 жылдықтың адамы десек, біздің эрамыздың ондан артық беделді адам жоқ. Ал мен үшін екінші 1000 жылдықтың адамы, мысалы кім? Махатма Ганди мысалы. Мен үшін жүрден біреу Шыңғысхан, біреу бірдеме деп жүр, мен үшін Махатма Ганди. Осынша үнді халқын отаршылардан ешқандай қарсылықсыз-ақ, қарсыласпай-ақ азат етті ағылшындардан. Міне Махатма Ганди айтатын. Жақсы, енді аналогиялық тұрда екеуін салыстырып көрейік. Екеуінің арасында қандай нүктелері бар келісетін? Екеуінде басты ұстанымдар адамгершілік қой, жалпы екеуінде адамгершілік, адамның қамы екеуінде. Мысалы, Мұхаммед пайғамбарымыз жаңағы оған дейін арабтарымыз жабайы болған. Жабайы болғанда оларыңыз былай тұрады екен, мұсылман дініне келмей тұрып, екі араб дауласып тұрады екен, анау көшеде екі қабат адам келатса, ел келатса, екі араб дауласады екен, біреу ішінде қыз, біреу бала десе, ал дауласып ішін жарып көреді екен. Сондай жабайылық екен. Мынау кез келген осы қасиетті кітаптар сондай қоғам ыдырап, бұзылып, деградацияға ұшырап баратқан жерлерге түскен жаңағы Құран кітап. Кез келген қасиетті кітап. Оларға араб халқы жақсы болғандықтан, арыстығын болғандықтан түспеген, қоғам ыдырап, қурап баратқан жерге түскен кітап. Ал енді Махатма Гандидің да білесіздер, мынау адамшылдығы, адам сүйгіштігі. Онда жеке басында кемшіліктер бар шығар, бірақ жаңағы ешқандай қан төгіссіз қарсыласпай-ақ жаңағы отаршылдықтан азат ете алу деген үнді секілді. Үнді деген халық мынау біртұтас халық емес, ішінде қырған, бірін-бірі түсінбейтін пәленбай тайпа бар. Соның бәрін басын біріктіре алды. Ешқандай соғыссыз-ақ ағылшындар жаңағы Свараджа, Свадеши деді, өз билігіміз, өз тауарымыз деп ағылшындардың тауарларын сатып алмай қойды. Ағылшындар өзі банкрот болып, өздері кетуге мәжбүр болды. Жақсы, тағы бір сұраққа. Осы сұрақтың негізіндегі сұрақ, қараңызшы, Алматы қаласынан Махатма Гандидің атындағы парк бар, кішігірім байқаған болсаңыз. Иә. Бірақ Үндістанда, білмеймін, қазақтың қандай да бір зиялысына берілген сондай да бір демалыс орындары бар ма? Қалай ойлайсыз? Енді қарайық,
қазақ халқынан дәл қазіргі 20 ғасырдағы қазақ халқынан бүкіл әлемге бір үлгі боларлық қазақ туды ма деген сұрақтан бастап кетеді. Абай туды, бірақ Абайды жеткілікті насихаттай алмадық. Түсіндіңдер ма? Ал Абайды насихаттаудың өзі қиын, себебі оны тікелей аудармасын орысқа, ағылшынға, үндіге жеткізу қиын. Мәселе сода. Егер үнді халқыда бір шектен тысқан бір жабайы бірдеме емес, себебі анау кімнің Кашмир қаласында кімнің Мұхаммед Дулачи бабамыздың жаңағы телевизордан көрдім, жаңағы суреттерін несі тұр, әлі кесенесі тұр, әлі күнге сақтап құрметтеп отырмын. Мәселе өзімізде болса керек, сондай тұлға тудыра алсақ, оларда атын береді. Дәріптеу төмен дейсіз ғой. Иә, дәріптеу. Енді Абай деп қалдыңыз. Біз немесе сіз Абайды қаншалықты тани алдыңыз? Абайды толық танып бітіру мүмкін емес шығар. Абайдың өмірін былай қарап отырсаңыздар, өмірі трагедиямен өтті. Мысалы, айналасында ғана жабайылықты көріп. Мен таным емес, мен Абай сырттай бақылап, былтыр туған жерімде де болдым, жаңағы өскен жерін көрдім, айналасын жаңағы Абай туралы қолыма түскен жаңағы анау әлгі сендер Абай жолын ғана оқысыңдар, Бекен Исабаев деген кісінің Ұлдар мекені деген керемет кітап бар. Сол кітапта Абай өскен орта, жаңағы ұрулардың тартысы, жерге талас, жер дауы, жесір дауы деген бетін бар ма? Сондай қоғамда Абайдың әйтеуір өзін өзі сақтап 59 жасқа шейін өмір сүргені бар ма? Мына заманда басқа біреу болса ішіп кететін бе еді, өзін өзі қол салып кететін бе еді, аналардың жабайылығын көп. Жалпы естеріңізде болсын, мына Парето деген ғалым бар, ол да сол Абайдың замандасы. Сол айтады, қоғамды сүйлейтін қоғам мүшелерінің 20%, қалғандары 20% сүйлейтін жаққа жүре береді. Мәселе енді сол 20%-дің мынаусы ізгі ниеттері ізгі болса, қоғам дұрыс бағытта жүреді да, сол 20%-ның ізгі ниеті сәл терістеу болса, тек қана құқылқының қамын ойласа, қоғам деградацияға бет бұратыны мәселе сөйледі. Жақсы. Бұлай, сұрақ. 60 мың халқы бар ағылшын халқы, 200 миллион халқы бар Үндістанды басып алды. Немесе 5 миллион халқы бар Шыңғысхан, 700 миллион халықты басып алды. Жаулап алды деп келтіруге болады. Оның сыры неде? Анау бір әдемі мәтел бар. Бір арыстан дейді, 10 қасқырды, 10 шеберін басқарса, жаңа шеберінің бәрі арыстан болады дейді. 10 арыстанды бір шебер басқарса дейді, жаңағы 10 арыстанның бәрі шебер болады дейді. Мәселе басшыда естеріңіз тұлғаның орны ерекше. Мәселе басшыда ұйымдастыру. Жақсы. Демек, соғыс жоспары немесе саяси үстемі жан-жақты дамыған тұлға басқарып тұр ғой? Иә, жан-жақты дамыған. Бірінші басшыға көп нәрсе байланысты. Бүгінгі таңда семіз адамның қалтасы қалың, тырнақшаның ішінде. Ұғымы белгілі бір брендке айналып бара жатыр. Бұл неге біз осындай ұғымдарды брендке айналдыруға үйреніп бара жатырмыз? Енді ол отбасында кім тәрбиелеймін? Мен өзім мысалы мұғаліммін ғой. Бұрыннан жаңағы мен үйімде анау жаңағы 3 этаж үйі бар, сержант ГАИ туралы жақсы пікір айтқан адам кеп тоқтатып қоямын. Қандай қонақ, құрметті қонақ келсе де, оны мақтамады. Ондай мен үйімде мақталынбайды деп. Ол адал дүниемен танып. Түсіндір, мәселе сода. Мысалы, үйдегілер кімді үлгі қылып не алады? Жаңа бізде қазақта жұрттың баласын қарашы деген сөз бар. Жұрттың баласы жаңағы шалқып, тасып, жаңағы үлкен биіктерге көтерілген біреулерді ол биікке қалай жетті, адал жолмен жетті ма? Парамен жетті ма? Сол жағына мән бермейміз де. Ой, пәленшенің баласының астында қымбат машине, қызмет үлкен, бірдеме деп. Сол кезде әр сөз энергия. Балаға, бала кім жастан кімді үлгі қыласыз, балаңыз сондай ұшы. Жақсы, қараңызшы, жақсы жетістікке жеткен адам болсын, жаман жолмен жетістікке жеткен адам болсын. Бірақ оның қарны болса болды, біз оны жаман жолдағы жетістікке жеткен адам деуге әуеспіз. Енді өзіңіз ойлап қарасаңызшы, былай әшейін логикалық тұрғыда қараңыз, мысалы 200 мың айлықпен 3 этаж үй салу мүмкін ба мысалы? Сонша қымбат машина, сәл ойлану керек қой, дұрыс па? Қазақтың ең бір жақсы нәрсесі біреудің дүниесін есептеу ғой. Иә, есептеу. Демек, оның да пайдасы болды дейсіз ғой. Есептегенде біз біреудің дүниесі емес,
біз мемлекетке төлеген салығымызды есептеуіміз керек. Ай сол біздің салығымыздан алған жоқ па деп түсіндіңіздер ме? Міне. Мен Маргарет Тэтчер айтады, мемлекеттің ақшасы деген ақша болмайды дейді. Бюджеттің ақшасы деген ақша жоқ дейді. Ол салық төлеушінің ақшасы дейді. Халықтың ақшасы. Халықтың ақшасы. Сондықтан бізде уақыты жетті, жаңағы әрбір адам салық декларациясын тапсыратын. Өкінішке орай кешігіп жатыр. Әр мысалы біз кәдімгі телевизор алсақ та, жыл сайын есеп беруіміз керек, қандай ақшаға алдық, машина алсақ та, велосипед алсақ та, түсіндің бе? Сонда ғана адал тәрбие. Одан намыстанбаңдар, біреудің ақшасын санау, ол біреудің ақшасын біз өздерінің төлеген салық санаңдар. Жақсы, керемет жауап. Енді тарих есебінде айттыңызшы, 21 ғасыр болды. 21 ғасыр пәленбай жыл, пәленбай уақыт, пәленбай секундтар өтіп жатыр. Тарихтағы ең қанқұйлы, немесе ең ауыр жылды қай жылда тарайтыңыз? Енді қазақ халқына айтатын болсам, мен алысқа ар жағына бармай қояйын, 32-ші жылы өзім әкем аштан өлейін деп жатқан. Ісіп кеуіп өзім әкем. Оны өзім әкем алдым естідім. Сол кезде біреу келіпті, енді бір уыс берген талқанның арқасында тірі қалды. Ал мен үшін енді сол ашаршылықтан, сол 38 жыл ашаршылықтан, оны кейін әкем айтатын, бір рет ашыққан адам өмір бақи қорқып өтеді аштықтан, тағы болып қала ма деп. Әкем бір бөлмені әлгі қорап макарон, понға толтырып, запасын yapсын. Үйдің қасында қамба болатын, немесе соның ішіне бидай үйіп қоятын. Осыны өзі айтатын. Бір рет ашыққан адам дейді, өмір бақи қорқып өтеді, бойына сіңіп қалады дейді. Мен үшін 38 жылғы трагедиядан артық трагедия жоқ. Трагедияның ең ауыр 31-32 дейсіз ғой? Иә, 38. Бүгінгі ұстаздарымызға не нәрсе жетіспейді? Жалпы бүгінгі ұстаздарымыз кімдер біздің? Жалпы ұстаз дегенде де бала жігіттер қайсымызға болсын, Әлихан Бөкейханның мінезі несі бар? Ұлтқа қызмет ету біліммен емес, мінезден дейді. Ол қайсымызға. Мысалы, сендер мені танып осыңдар, Шымкентте 5000-6000 мен секілді мұғалімдер бар. Олардың жаңағы білімі, кәсіби шеберлігі менен 10 есе 15 есе жоғарылары бар. Өзім ұстатындар бар. Енді менің мінезім шығар, әділетсіз. Сендер бірақ олардың көбісін танымайсыңдар. Мені Абай Саидов таныңдар, мен жылғы мақалада жазып, басқада мен мінезім сәл басқалау болғандықтан, бізде мінез жетіспейді. Әділетсіздікке қарсы тұра білу мінез жетіспейді. Қанша талантсаң да. Бір рет таланғаннан қойшы, мағана керіп бақ құрсын, дүние түземей қойдың деп басқан. Мінез жетіспейді. Жақсы, мінезсіздіктен сіз айтқан мәселе. Енді біз бүгін кімдерді ұстаз тұтуымыз керек? Дәл қазір қазақ қоғамында өкінішке орай мен кімді Тоқтар Әубәкіровті айтатын едім. Нағыз жалпы космонавтың ол тек қана жай ұшқыш емес, үлкен ғалым ғой, меңгеру, ғарыш аппаратының тілін меңгеру, ұшақтың тілін меңгеру, әрі ғалым, әрі ағартушы жаңағы ұстаздығы болады. Кейін мен өз ауылдасын мақтап тек қамаңыздар, Ерболат Төлепбай деген атақты суретші бар. Жақында 65-ке толды. Екеуміз бір мектепте оқығанбыз. Жалпы ол ТМД елдерінде Париждегі Сальвадор Далидің музейінде өз көрмесін өткізген жалғыз суретші. Сол берген сұхбаттарын оқимын. Жаңа кісі егер мықты суретші болмағанда нағыз философ болатын еді. Былтыр сонымен өзім менің мектепті 5-6 жыл бұрын бітірген, сол 50 жылдай артынан қуып жүріп былтыр кездестім. Жаңа кісі, жаңа оламалығына таң қалдым. Бүгінгі ұлы ұстаз немесе кемел ұстаз деген атқа 3 сөзбен сипаттап беріңізші, қандай критериялар қойылу керек? Ол өте қиын, 3 сөзбен. Ең алдымен қалай? Бұл сұраққа жауап беруім өз қиын, кемел ұстаз деп кімді айтамыз деп. Себебі мен әлі айналымнан ондай кездестірген жоқпын. Оның үстіне жалпы ұстаз деген сөзін айтуға маған да кейбіреулер ұстаз деп атады. Өйтіп айтпаңыздаршы деймін. Ұстаз деген сөздің салмағы өте ауыр. Ұстаз болу үшін менде кемшілігім кетіп артылады мен өз басым. Мен ұстаз деген мұғалім, қарапайым мұғалімдердің ішіндегі сәл мінезділеу мұғалім. Ал ұстаз деген дәрежеге өз басым жеткен жоқпын. Сондықтан бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Жақсы. Енді Антонин сұраққа көшейік. Барлық титандарға бір ортақ қасиет, олардың досы жоқ. Тирандардың досы жоқ. Ал бүгінгі тирандар кімдер? Олардың әлсіздісі неде?
кімнің болса да мысалы ең әлсіз тұсы ең күшті жері болуы да мүмкін. Мысалы байдың байлығы ақшасында дейді. Оның ең әлсіз жерде күші де ақшасында, несі де әлсіз жерде айырылса, ақшасынан айырылса, ол құр сүлде болып қалады. Сол секілді тирандардың да әлсіз жері сол билік шектен тыс билік құмарлығында ғой. Егер абайсызда кішкентай билігіне қауіптене бастаса, олар жаңағы абдырап қалады да, кеше алыс бармай ақ қой, кеше мынау Қырғызстанда болғанда да дейді, анау президенті кішкентай қауіптеніп еді, сасып қалды да, билікті мәдеп бере салды. Олай болса, құрметті Өмір аға, өзіңізге жалпы арналған негізгі сұрақтар осымен аяқталды. Енді студенттердің дайындаған кішігірім сұрақтары бар. Бұл Айдар философия майдан деп аталады. Ереже бойынша жалпы біз қойған сұраққа Өмір ағамыз жауап беріп, ойланып және жауап беру уақыты 30 секунд уақыт қайда. Шарттарыңыз қиын екен, жарайды, бағып көрейін. Сіз қандай қиын шартқа да лайықсың аға. Жақсы, олай болса, бастайық. Адам табиғаттың қожайыны емес. Өмір Шыныбекұлы кімнің қожасы? Мен өз өмірімнің қожасымын. Бір күнде неше сағат жұмыс істейсіз? Оны өлшеп көрген едім. Қазір онлайн оқу кезінде 24 сағат жұмыс істедім. Әкімнің бойында болуы керек 3 қасиетті атап беріңізші. Кез келген адамның, ел алдындағы адамның ең бірінші мінез, білім, адалдық. Неге шығыс батысты материалды қамтамасыз етуге машықтанып келеді? Ол машықтан емес, ежелгі біз евроцентризмге ерік беріп қойдық та, жаңағы орта ғасырда шығыстар бір-бірімен қырылысып, соны арыламайтын. Ең үлкен 2 байлық? Денсаулық пен білім ғой. Керемет. Ең кішкентай ғаламшар не деп аталады? Меніңше Нептуна или Меркурий ма? Біз неге мейрамдарда ішімдік ішуді әдетке айналдырдық? Қазір азайғанын көрдіңіздер. Кеңес заманында Құдай тамақты арақ ішетін, қазір азайып келе жатыр ғой, Құдайға шүкір. Кеңес үкіметі үйреткен ең үлкен сабақ? Ең үлкен сабақ құлдық сана. Сізге қойылатын ең көп сұрақ? Есімде жоқ сол сұрақ. Неге есіңізде жоқ? Білмеймін. Білу өнері, түсіну тәжірибе, көнігу ше? Ау? Көнігу ше? Көнігу енді ол мінезсіздік қой, көнігу жаңағы. Мемлекет басқаруға кәсіби маманға қарағанда тәртіпті кедей керек депті орта ғасырлық бір философ. Сіз қай санатқа жатасыз? Мен тәртіпті кедейге жататын жарым. Қажымұқан тышқаннан қорға деген аға. Сіз неден қорқасыз? Ау. Мен өлмекшіден қорқамын. Идеологияның басты мақсаты не? Идеология халықты белгілі бір іске жұмылдыру, белгілі бір бағытқа. Тәрбие тетігі кім? Отбасы. Әрбір жас оқу керек 3 кітапты атаңызшы. Енді абайды мазаламай қояйық бұл жолы. Мен айтатын едім, Сәбит Мұқановтың өмір мектебі, кімнің Смағұл Елубаевтың Ақбоз үй, одан кейін кімнің әлгі Бердібек Соқпақбаевтың өлгендер қайтып келмейді. 20 ғасырдың жаңағы алғашқы жартысы қазақ жылаумен өтті. Осы 3 кітапты оқысаңыздар, өмірін білесіз. Жақсы. Өмір Шыныбекұлы неге жылады? Мені кез келген жағдай, кейде телевизор қарап отырып, бір жақсы ән естісем, көңілім босауы мүмкін, немесе бір кино жылатуы мүмкін, әртүрлі жағдай. Мысалы, өткенде солтүстікке бардық, сол жерде жылап жібере жаздадым. Себебі осы өткен жылы Арыстан үлкен 9 балалы семьяны көшіріп ем, дымы жоқ еді, мен қайтып жүрдім. Ана жерде мектеп оқушысы, 7-ші кластың оқушысы, жағдайлар жақсы болыпты да, ата біз сіздің тілеуіңізді тілейміз деген кезде мен жылап қалдым. Жақсы түсінікті. Ақбілек немесе Шырын Нарчаева? Ал? Ақбілек немесе Шырын Нарчаева? Қайсы сіздің жаныңызға жақынырақ? Шырын Нарчаева дегенді естуім бар, бірақ маған не қатысы бар екен түсінкіремедім. Естуім бар, бір сөз болған интернеттен не бірдемедім. Ақбілек адам аты ма? Ақбілек. Жүсіпбек Айтматов. Сөзсіз Ақбілек дейсіз ғой? Бұл сұраққа мен жауап бермей-ақ қояйыншы. Жақсы. Шатасып кетті. Жақсы. Қазақ кинематографиясындағы сіздің топ 3 фильміңіз?
Так, енді қыз жібекті айналып өтуге болмайды. Сол менің атым Қожа. Анан кейін жаңағы осы біздің дәл қазіргі не деградация мына қыз алып қашу деген Шаңырақ деген кино болды, сол сендер көрінбей кеттіңдер, 80-ші жылдардың соңында түсірілді да. Соны көрсеңдер біздің қоғамдағы мына бәлеқорлық, жалақорлық дегендер басталып келатқан сол. Қандай мәселеде үнсіз қаласыз? Өзім білмейтін, терең білмейтін мәселеде үнсіз қаламын. Абай Құнанбайұлымен араңызда қандай сәйкестік бар? Ой, сіздер сәйкестік болса өстіп отырам ба? Өлең жазып жайлауда жатпаймын ба деп қояйын. Жақсы. Қазақстан үшін мәңгі өмір сүруі керек тұлға? Жалпы адам болғаннан кейін уақытысында жалмауыз өлген дұрыс ма? 100-ге келіп па, 120-ға келіп өлген дұрыс ма? Жақсы. Махаббаттың формуласы қандай? Ой, бұл сұраққа да мен үшін қиын жаңағы. Махаббат деген өзі кең ұғым ғой. Ол анаға деген махаббат па, басқа деген махаббат па, білмеймін. Бұл сұрақты мен жауап бермей ақ. Жақсы. Ақын болсаңыз, кіммен дуэльге шығар едіңіз? Ақындардың дуэлі ғой. Мен ақын болсам, ешкіммен жалпы мен өмірде де ешкіммен жарыспаймын, өзіммен өзім жүре беремін да. Түсіндіңіз ме? Бәсекелестік деген. Орныңызда келесі жобада кімді көргіңіз келеді? Амангелді Қалбек. Кім екенін білесіңдер ма? Иә, алдымен соны шақырып алыңдар, қалған кейін тағы айта беремін. Жобаның шарты бойынша Амангелді Қалбекті сіз келесі жобаға шақырып бересіз. Иә. Жақсы. Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов мырзаны 3 сөзбен сипаттап беріңізші. Сіздің алдыңызда қонақтар қатты қиналған осы сұраққа. Оны сипаттау үшін қасында жүрмін, мен өмірімде ол кісіні 2 мәрте көргенмін. Қалай сипаттаймын? Жақсы. Шымкенттің интеллектуалды жастары деп кімді айта аласыз? Кімдерді айта аласыз? Мен айтатыным жаңағы Амангелді Қалбек, Ғалымжан Оразымбет, Жәнібек Нұрыш, Айгерім Жұмағалиева деген жастарды айтамын. Жақсы. Шымкентте өмір сүрудің негізгі 3 себебін айтыңызшы. Туған жерден оны себепсіз-ақ өмір сүру керек. Сүю керек себепсіз бар ма? Себеп болса сауда болып кетеді. Маған Шымкент онсыз да ұнайды. Оны түсіндіре алмаймын сөзбен. Жақсы, себепсіз сүю дейсіз ғой? Иә, себепсіз. Солай қарайық. Ең соңғы сұрақ. Селкой университетін 3 сөзбен сипаттаңызшы. Ең соңғы сұрақ. Мен енді лабораторияларды көрмедім ғой. Керемет деген безендірілуі, эстетикалық тұрғыда соның өзі алғаш келгеннен керемет әсер біледі екен. Ол 3 сөз болды ма, қанша сөз білмеймін, соның өзі Жақсы, сіздің бір сөзіңіз 3 сөзге татиды ғой. Жақсы, олай болса, құрметті көрермен, құрметті ағай, бүгінгі Шымкент қаласының әкімінің штаттан кеңесшісі Өмір Шыныбекұлымен болған сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Олай болса, Селкой университетінің басшылығын азнаулық сыйлығын қабыл алыңыздар. Бірінші университет ректоры болмай қалып, арнайы сізге берген сыйлығы. Жалпы рахмет. Екінші университеттің брендті қойылымдері. Ең қиналатын сұрақ сендер қойдыңдар ма? Мен қанша сұхбат осыны жүрмін, мынандай қиналатын сұрақтар болған емес. Келесі жолы біреу сұраса, айтам, ең қиналатын сұрақты Селкойдің жастары қойған деп тұрмын. Бармаңдар деп айтасың. Барыңдар деймін, неге? Жаңағы мен айтқан жігіттерді шақырып тұрыңдар. Мен өзім енді көп қой жігіттер, мен 4-5 атадым, қалғандары қапы қалмасын жаңағы. Әрине. Иә, мен өзім жаңағы құрметтейтін, сыйлайтын, білетін өзім нақтайтын. Ал енді мен миллионды қалауы, бәрін жалпылап айтып овал болатын еді, солардан басқа жоқ деп емес. Әрине. Мен білетін солар. Миллион қалада миллион белгілі тұлға бар, кемен тұлға бар. Олай болса, өзіңіз жобаны қорытындыласаңыз түйін сөзмен. Мені қуантатыны осы қаладағы университеттердің ішінде осы ең алғаш осындай бағдарлама жасап, ашық сұрақтар қойып, ашық сұрақтарға ашық жауаптар талап ету, табанды түрде талап ету, осындай жастардың бағдарламасы барына мен жүрегім жарылып қуанып отырмын. Себебі мен өзім оқушыларыма айтамын, сендер мен айтқаныма сене салмаңдар. Менің сөзім Құранның сөзі емес, менің сөзім өзім күмәнданыңдар, тексеріңдер, бірнеше деген. Мына хабарларыңыз жастарда пікірталасқа үйретеді деп ойлаймын. Бізде жетпейтін пікірталас қой. Пікірталас мәдениет жаңағы. Біреудің сөзімен келіспедің ба, бізде жаусанап шыға келеді. Мына бағдарламаларыңыз мына жастарды сондай пікірталас мәдениетіне тәрбиелейді деп ойлаймын. Сіздерге рахмет мына бағдарлама үшін.
өзге жоғары оқу орындарына да үлгі болсын, жұғысты болсын деп тілеймін. Рахмет сіздерге. Жақсы, сізге де рахмет.